Сәлем, достар. Шипалы кеңестер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін қан қысымын табиғи жолмен қалай төмендетуге болады деген сұраққа жауап береміз. Химиялық дәрі емес, үйде бар 5 өніммен бөлісемін. Бірінші өнім ол сарымсақ. Сарымсақ табиғи қан тамыр кеңейткіш. Күніне 1-2 түйір шикі сарымсақ жесеңіз, қысым біртіндеп түседі. Оны аш қарынға жеу тиімді. Екінші өнім ол қара өрік, чернослив. Калийге бай. Қан қысымын тұрақты ұстауға көмектеседі. Таңертең 3-4 дана жеп үйреніңіз. Үшінші өнім ол айран. Айран ішектегі пайдалы бактерияларды реттейді, тұз бен сұйықтық балансын сақтайды. Бұл да қысымды реттейді. Төртінші ол қызылша шырыны. Қызылшада нитрат көп. Бұл зат қан тамырларды кеңейтеді. Күніне 1 стақан қызылша шырынын ішу пайдалы әдет. Бесінші өнім ол лимон суы. Лимон қанды сұйылтады, тұзды сыртқа шығарады. Таңертең жылы суға жарты лимон қосып ішіңіз. Есіңізде болсын, бұл кеңестер көмекші әдістер. Егер қан қысымыңыз үнемі жоғары болса, дәрігерге міндетті түрде қаралыңыз. Ұнаса лайк басып жазылып достарыңызбен бөлісіңіз.